Алланың уәде еткен жұмақтың төрі сенікі деген мақсатта жихад оғымын болмайды. Ваххабизм, салафизм деген дінді саясатқа араластырған Садық Самарқани деген тыңдадым. Біздікі дұрыс, басқа ешкімдікі дұрыс емес деген нәрселер болды. Бүлік, жаһанданудың жазылмаған жабайы заңы. Бұндай жауыздық неліктен діннің атынан жасалады? Ұлттық ерекшеліктерді жоққа шығаруға тырысып жатқандар, бұл көбінесе сол артында үлкен алпауыт күштер бар. Олар барлық құндылықтарды жоққа шығарады. Миын шайып тастайды. Орталық Азия елдеріне ортақ құндылық көп. Қазір сол діни, тарихи, мәдени мұраға шабуыл үдеді. Мамандар бұл егеменді елдердің ішкісіне қол сұғатын күштердің лас ойыны дейді. Екі бүлік бар. Екі бүліктің емі жоқ. Ол ұлтараздық алауыздық пен дінараздық алауыздық. Сыртқы қара күштің қай дамып жатқан, өркендеп жатқан елді құрту үшін ұлтараздық, дінараздық, алауыздық қоздырам деген мақсатта әртүрлі айла тәсілмен түрлі топтар сыртта отырып жасауы әбден мүмкін. Неосалафиттік көзқарастағы идеологтардың айла тәсірлерін жиі бақылап отырамыз. Псевдосалафизм идеологиясының зорлық, зомбылыққа негізделген генетикасы әлдеқашан саясиланған. Дәстүрді даттап, анархияны ақтайды, ұлттың тұнығын лайлаған кесапатқа шахрухта шырмалды. Ол киелі мекен Түркістан облысының тумасы, шаһардағы шығыстық үлгімен салынған жаңа ғимараттардың құрылысын басқарған бригадир. Стратегиялық инфрақұрылымның басығасында жүріп, қарамағындағыларға терроризмді насихаттаған. Есін қапасқа қамалғанда бірақ жейді. 17-ші жылы намаз оқып бастадым. Мешітке барып жүретіндігін, одан кейін ютубқа кіріп, өзімде ізденетіндігін Садық Самарқани деген тыңдадым. Салт дәстүр, ырым, ол бөтен көрінді, жат көрінді. Айтқан сөздерінде, егер Аллах жолында өлетін болсам, оқ тиетін болса да, оны сезбейсің да ауырғанын. Өйткені Аллахтың жолында құрбан етіп жатсың да өзіңді. Жәннаттағы қандай орын беретіні, дәрежелері айтылған ол жерде. Оны әрдайым тыңдап жүрген адамдармен тоқтамай, мысалы, дұрыс емес нәрсе айтса, айқайласып шығу, ұрсып қалу, сондай сияқты эмоциялар береді. Ұйықтап жатқан несіне эмоциясын оятады адамның. Содикжон Мухаммадиев, лақабаты Содик Самарқанди, Өзбекстан Республикасының азаматы. Халықаралық іздеуде. Әлеуметтік желілерде жиі талдау барысында Өзбекстан Республикасының азаматы Шайх Самарқанди атты уақытшада жиі кездеседі. TikTok болсын, YouTube болсын, Telegram болсын, Ихлас ТВ деген сияқты басқа да әртүрлі сайттарды ашу арқылы ол неосалафиттік көзқарастағы уағыздарын, дәрістерін, сұрақ жауаптарын жиі жүргізеді. Мұны зайырлы мемлекет, бұл тағут мемлекеті, күфір мемлекеті, Дәрул Ислам дейді, ислам мемлекетіне қоныс аудару керек деген сияқты жағымсыз көзқарас қалыптастыру арқылы әртүрлі жағдайлары кездеседі. Бұл азамат радикалды уағызшы, оны тыңдау қылмыстық жауапкершілік қаралған. Шейх Самарқанди, Катиба Таухид валь джихад террористік ұйымының идеологы. Мысырда білім алған. Радикалды күштердің ықпалымен Каир қаласында экстремистік идеологияны насихаттайтын орталықтар ашты. Қазір Стамбулда діни ілімді бүркемеленіп, жабық медресе жүйесі негізінде әрекет етуде. Интернет арқылы ТМД аумағынан жастарды алдап, арбап, тартып жатыр. Салафилік бағыттардың егіліп атқан дәндері түбі тәкфирге апарады, түбі тағутқа апарады, түбі мемлекеттің құрылымында бір кәпірлік жүйе бар деген ойды жастардың арасына, ойына, санасына құяды. Өзбек тіліндегі, әсіресе Түркияда жүріп, не деген блогтарда қазір жігіттер ақпараттары өте қатты фундаменталист. Біздер бұлардың толық базалық ілімдерін жоққа шығарамыз. Діни наным ретінде бұл ешқандай
жақсылыққа апармайтын жастарымызға айтамыз. Араб мемлекеттерінде салафизмді қолдап жатқан ешқандай бір мемлекеті жоқ. Жастардың 70% діни ақпаратты интернеттен іздейді. Сыни тұрғыдан ойлауға дағдыланбаған. Ресми статистикаға сүйенсек, содырларға қосылғандардың 85% интернет арқылы арбалған. Жалпы Катиба Таухид Вәл-Джихад террористік ұйымының идеологы Содик Самаркандидің әлеуметтік желідегі каналдарына 400 мыңнан аса адам тіркелген. Дені Орталық Азия тұрғындары. Медиа кеңістік күрделі ойын алаңына айналған. Қазба байлығы бар елдерге үстемдік құрғысы келетін алыптар Самарканди сынды қорқауларды алғы шетке шығарады. Қолдан көсем жасайды, қаржы бөледі, яғни арбаушылар барда, алданатындар да табылады. Ал Шахрух шатақ шейхқа көзсіз сенгеннің ащы мысалы. Вахабизм, салафизм деген бұл сақал қойып, балақты қысқартырып, соғысқа шығу, дін жолында соғысу, күресу, сондай түсінеді, шахид болу. Мына жатағым өкілдеріне пайғамбарымыз айтады ғой, хауариждер жөнінде. Ол енді Құдай сақтасын тозақтың иттері дейді. Көбінесе жақсы келеді, көбінесе терең ойланбай, Құран оқиды дейді. Бірақ Құрандары не миына жетпейді, не жүрегіне жетпейді. Мына садақтар жебе қалай ұшып шығады, солай олар діннен ұшып шығады екен, діннен шығып кетеді. Неге? Өйткені адамдарды сол күпірлікпен айыптайды, адасумен айыптайды. Халықтың ішіне үрей салу, ол дін қаралаған нәрсе. Сондықтан өкінішке орай діннің атынан сөйлеушілердің көбісі сауатсыз сөйлейді. Қылмыстық кодекстің 2 бабымен айыпталған Шахрух 7 жылға сотталды. Өтелмеген мерзімі әлі 4 жыл. Ол төрдегі әкесіне тіксініп, айдаладағы содырды пір тұтқанына қазір өкінеді. Теріс бағытта видеоларды, радикалный видеоларды көріп, осы жерге келуімізге себеп болды. Біздің қазіргі жастарға айтарым, қателесіп, естіп отыруларыңызды қаламаймын. Білімсіздікпен осы жерде қаншама радикальный видеолармен түскен жігіттер бар. Осы Жамбыр секілді, олардың да көз жасы ағып жатқан болса керек қазір. Дұрыс емес бағытта жүріп, дұрыс емес уағыздарды тыңдап, іштерінен, жүректерінен жылап оларда қиналып жүрген болса керек. Содик Самарканди лаңкестердің көсемі. Террорлық ұйымдарға жақтас жинаған үшін оны туған жері Өзбекстан Республикасы қылмыскер деп таныды. Экстремистік идеологияны насихаттаушы идеолог Қазақстан аумағында да қара тізімде.